Баршаңызға сәлем қыздар. Бала кездегі ең хит конфетті бірге дайындаймыз. Сар шекер, сар конфет деп те атайды екен. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен қызып тұрған табаға ешқандай құрғақ, ішінде ештеңе болмау керек. Шекерді саламыз да отты қосамыз. Шет-шет осындай қоңырқай түске бояла бастаған уақытта сүтімізді құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Су құйып та істеуге болады, сүт болмаса жақсылап араластырамыз. Осындай кішкене бетіне күйгендері сәл шығады, жабысып. Одан қорықпаңыздар, қазір ол өзі еру барысында еріп кететін болады. Біздің мақсатымыз тек жақсылап араластырып тұру. Жақсылап араластырамыз. Бұл тағы да 2 есе ұлғаяды, яғни көбейеді. Жақсылап араластырамыз. Содан соң кішкене отын бәсеңдетіп, қоймалжың болғанша тағы да араластырып тұрамыз. Өзі қоймалжың болған уақытта отты сөндіреміз де қалаған ыдысқа құйып алуға болады, шұңғылдау келген. Немесе дәл осы ыдыста қалдыруға да болады. Кесіп кейін